Ақтөбе алып құрылыстар алаңына айналды. Алайда жаңа тұрғын үйлер мен ғимараттардың сәулетіне, түр түсіне қатысты сын көп. Заманауи талаптың үдесінен шығу үшін сәулеттік макеті міндетті түрде тиісті кеңесте бекітілуі қажет. Сәулетшілер мен құрылысшылардың пікірлері бір арнаға тоғысуы керек. Әсіресе біздің жаңағы обликтеріміз туралы, фасадтарымыз туралы басқа сияқты. Сол баяғын әлі арман қарай жалғастырып келе жатырмыз. Мен сонда айтып едім, біздің мамандар, әсіресе біздің архитекторлар, дизайнерлар өздерінің ұсыныстарын айту керек деп. Олардың барлығының басын қосып, жинап, пікірлерін, ойларын тыңдап, жақсы жақтарын алып енгізу керек. Жалпы жыл басынан бері қала құрылысы кеңесінің 5 отырысы өтіп, онда 94 жоба қаралған. Құрылыстардың сапасын бақылап отырмыз деген шаһар басшысы Ильяс Испанов, кеңес мүшелері қолдамаған жобалар кері қайтарылды дейді. Бірінші отырыста келісім алып кеткен бірде проект болған жоқ. Оның әрқайсысында ең бастысы бірінші қабаттары бағанағыдай қымбат материалдармен қаптау, одан кейін жоғарғы этаждары мынау батыс екідегідей немесе Нұрақтөбедегідей қаптап кеткен кірпіш болмау. Ондай сондай сұрақтар бойынша барлығы қабылданып, кейінгі отырыстарда келісімін алып, одан кейін екінші, үшінші, төртінші отырысқа дейін қайта қаралып, содан кейін ғана рұқсатын алған. Осы жиында белгілі болғаны Бейіл, Байғанин, Арғаз, Қарғалы, Мұғалжар, Мәртөк аудандарында мектептер, интернаттар және дәрігерлік амбулатория салу көзделуде. Сондай-ақ Ақтөбеде республикада баламасы жоқ 190 орындық перзентхана салу жоспарланып отыр. Аталған нысандарға қатысты бірқатар құрылыс компанияларының өкілдері өз жобаларын қорғады. Мектептің қасбеті айтылып, түстері және декоративті жағы, колонналары алдында жобалардың кейбірі мақұлданбай қалды. Себебі архитектуралық кескін келбет заманауи талапқа сай келмейді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, бұл тұрғыда бірегей тұжырымдама қажет. Әрі онда құрылыс жүргізушілерді абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарымен айналысуға міндеттейтін ереже болуы керек. Сондай-ақ құрылысқа тек жергілікті материалдарды қолдану туралы да талап қойылатын болды. Ануарбек Мырзатайұлы, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.